Қайырлы күн баршаңызға. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін әрі жеңіл, әрі пайдалы гүл манты дайындағыңыз келе ме? Ендеше кеттік. Еш қиындығы жоқ. Астың нанын илегенде етіп қамыр басамыз. Ол үшін суға азғантай ғана тұз қосып, бір жұмыртқа қосып, қамыр илейміз. Қамырымыздың әбден иін қандырамыз. Енді 15 минутқа демалдыруға қалташаға салып қалдырамыз. Енді ішіне салатын салмасын дайындайық. Ол үшін ет, пияз, картоп және дәмдеуіштер керек. Негізінде құйрық майы қосып жүрсек, жүзе дәмді болады. Немесе өсімдік майында құйып жіберсең өте жақсы шығады. Міне осылайша біздің ішіне салатын салмамыз дайын болды. Енді тындырып қойған нанымызды қайтадан жақсылап басамыз. Тағы да қалташаға салып 10 минутқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді жақсылап тұрып, жұқалап, астың наны сияқты қылып нан жаямыз. Негізінде мантыны түюдің жолдары өте көп. Бірақ маған ұнайтыны осы гүл манты. Міне осылайша қамырымызды дөңгелектеп кесіп аламыз. Міне жаңағы кесіп алған кесінділерімізді 4 дана етіп алып, жалғап, ортасын біріктіріп, басамыз жақсылап тұрып. Міне сіздерге түсінікті болу үшін 4 дана роза шығарамыз. Міне дайындаған кесінділерімізге дайын тұрған салмамызды саламыз. Оны екіге бүктеп, әдемілеп орап, гүл шығарамыз.
Міне, біздің гүл мантыларымыз дайын. Енді оны мантабаркаға салып пісіреміз. Асты жабысып қалмау үшін өсімдік майымен майлап алған дұрыс. Міне енді 40 минутқа отқа қоямыз. Міне бұл бұрқыраған мантыларымыз дайын. Оны осылай әсемдеп рет-ретімен қоямыз. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.